Саламатсыздар. Ақтөбе гуманитарлық колледжінің педагогика психология пән оқытушысы Нұрниязова Айбөпе Нұрлыхан қызы. Қабілет туралы жалпы ұғым, нышан. Қарастырылатын мәселелер. Қабілет туралы жалпы түсінік, қабілеттің құрылымдық ерекшелігі, қабілет және нышан. Сабақтың мақсаты. Қабілеттің ғылыми теориялық негіздерін, қабілеттің түрлерін, ерекшеліктерін түсіндіру. Сабақтан күтілетін нәтижелер. Студенттер қабілет туралы ақпарат ала отырып, білімдерін тереңдетеді. Қабілеттің құрылымдық ерекшеліктерімен танысады. Қабілетті зерттеген ғалымдардың ой-пікірлерімен танысады. Қабілет туралы жалпы түсінік. Күнделікті ауызекі сөзде қабілет деген атауды біз жиі қолданамыз. Мәселен, мұғалім оқушысына мінездеме бере отырып, осы баланың математика пәніне қабілеті күшті екенін айтады. Қабілет іс-әрекеттің белгілі бір түрін ойдағыдай нәтижелі орындауда көрінетін адамның жеке қасиеті. Кез келген іс-әрекет күрделі де сан қырлы болып келеді. Ол адамның психикалық және физикалық қуатына әртүрлі талап қояды. Егер жеке адамда бар қасиеттер жүйесі осы талаптарға сай болса, онда іс-әрекетті табысты болады. Егер осындай сәйкестік болмаса, онда индивидте қабілет болмағаны. Яғни қабілетті адамның басқа бір қасиетімен шатастыруға болмайды. Қабілет әр кезде де жеке адам қасиеттерінің синтезі. Қабілет түсінігінің бүгінгі ғылым қабылдап отырған үш негізгі көрсеткішін Теплов былай деп көрсетті. Қабілет бір адамды екіншісінен ажырататын дара психологиялық ерекшелік. Баршаға бірдей тән қасиетті қабілет бола алмайды. Қабілет барша тұлғаға тән болған ортақ сапа емес, кей адамға ғана дарыған қандай да бірнеше іс-әрекетті табысты орындауға жарайтын өзара ептілік. Қабілет нақты адамға топталған білім, ептілік және дағдылардан оқшау қажет әрекетті игеру желісінде ғана көрінеді. Қабілеттің құрылымдық ерекшелігі. Қабілеттер адамның іс-әрекетінің белгілі бір түрін орындай алу мүмкіндіктері деп анықтама бар. Мүмкіндік білім де дағдыда емес. Ол адамның белгілі бір істі орындауға даярлығы деп қарастырады Алдамұратов. Психологтар қабілеттердің екі түрлі деңгейі болатындығын дәлелдейді. Бірінші репродуктивтік, екінші шығармашылық. Репродуктивтік дегеніміз іс-әрекетті не білімді берілген үлгі бойынша қабылдай меңгере алу деңгейі. Шығармашылық жаңа нәрсе ойлап табуға бағытталған қабілеттер деңгейі. Қабілеттің өлшемі белгілі бір істің нәтижелі болуында. Психолог Жарықбаев өз еңбегінде қабілеттің мынадай үш түрін береді. Қабілет, жалпы қабілет, арнаулы қабілет, практикалық қабілет. Жалпы қабілет дегеніміз адамның ақыл ерекшеліктерінің жеке қасиеттерін көрсететін кез келген адамнан табылатын қабілет. Жалпы қабілет негізінен ойлауға қатысты болып келіп, оның аңғарғыштық, ойлағыштық, дербестік, сыншылдық, икемдік, тағы да басқа қасиеттерін көрініп отырады. Жалпы қабілет адамның өз ой әрекеті мен еңбек әрекетінің түрлі салаларынан көрсете білуге мүмкіндік жасайды. Жалпы қабілетті дамыған оқушы математика, физика, биология, әдебиет сабақтарын жақсы игере алады. Арнайы қабілет дегеніміз арнайы қабілет іс-әрекеттің жеке салаларында ғана көрініп, оның нәтижелі орындалуына мүмкіндік беретін қабілет. Арнайы қабілеті бар адамдар қатарына спортшылар, музыканттар, суретшілер, ғалымдар жатады. Ес біле бастағанымен бала белгілі бір іс-әрекетке қабілеттілік байқалтады.
ақыл-ой жүйріктігімен, сурет салумен, өлең айту, билеу, белгілі бір музыкалық құралда ойнау, мүсін жасау тағы да басқа. Бірақ баланың бұл қабілеттерін қалыптастырып, жүйелі дамытып отырмаса, ол қасиет жас өскен сайын бірте-бірте жойылып бастайды. Кей қабілет туа бітеді, ал кейбірі оқу, білім, еңбек арқылы қалыптасады. Ғалымдар қабілеттің 90% еңбекпен келеді деп тұжырымдайды. Қабілет қоршаған ортамен белсенді қарым-қатынас жасау, қабілет оқыту мен тәрбие, қабілеттің бағыттылығы, қабілеттің даму деңгейі. Адамдардың қабілеттің табиғаты осы күнге дейін ғалымдар арасында қызған ой пікір таласын тудыруда. Ғылыми зерттеулер әр адамның қабілетін оның миының көлемі және салмағымен байланысты деп түсіндіреді. Кейінірек зерттеулерде ең ауыр ми ақыл-ойы кеміс адамның миы болып шыққаннан кейін бұл болжамды теріске шығарады. Өмір бақылаулары мен арнайы зерттеулер қабілеттің табиғи берілетін қылтықсыз дәлелдеп отыр. Көптеген ғалымдар Платонның пікіріне сүйенеді. Яғни қабілеттің пайда болуы тұқым қуалаушылықтан болады. Ал оқыту және тәрбиелеу олардың ары қарай даму үдерісін жылдамдатады. Оған дәлел ретінде ұлы танымал адамдарды мысал етуге болады. Платонның айтуы бойынша, адамдар өздерінің қабілеттіліктеріне қарай әртүрлі болады. Біреулері басқару үшін, біреулері бағыну үшін дүниеге келеді деген. Дегенмен бұл ойларды теріске шығаруға әрекет жасағандар да болды. Қабілеттілік туралы ой пікірлерді дамытудың маңызды кезеңі бұл испан дәрігері Хуан Уарти есімімен байланысты. Ватиканның қарастырғанына қарамастан «Исследование способности к наукам» кітабы жарық көріп, барлық европалық тілдерге аударылды. Оның зерттеулерінің негізгі мақсаты адамдардың жеке басындағы қабілеттілікті анықтай отырып, болашақта кәсіби маман таңдауда ескеру болып табылады. Ағылшын философы Фрэнсис Бэкон табиғи дарындылықты мойындап, қабілеттілікті дамытуда тәрбиенің маңызды рөл атқаратынын айтқан. Ал Томас Гоббс қабілеттіліктердің түрлерін бөліп көрсетіп, қабілеттілікке қатынастарды табиғат адамдарында тең жаратты деген. Қабілеттің даму сатысы: нышан, қабілет, талант, дарындылық. Нышан қабілеттіліктің қалыптасуының алғашқы шарты. Нышан мидың жүйке жүйесінің талдағыштардың адамдар арасында табиғи даралық өзгешіліктерін айыруға себеп болатын тума анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктері, адамның белгілі бір іс-әрекетті орындауға бейімді болуы қабілеттің дамып қалыптасуына мүмкіндік туғызады. Алайда бұл нышандар іс-әрекеттің нәтижелі болуының толық жағдайы болып саналмайды. Ол үшін адам бойындағы нышандарды дер кезінде анықтап алу керек. Содан соң оны әр алуан әрекет үстінде дамытып отыруға бейімделіп, тәлім-тәрбие арқылы өрістете түсу қажет. Анатомиялық нышан дегеніміз адамның кейбір өзгешеліктері ана құрсағында жатқанда пайда болады. Физиологиялық нышан дегеніміз жүйке жүйесінің кейбір анализаторлардың ерекшеліктері де туғысынан пайда болады. Дарындылық дегеніміз адамның сәби кезінен байқалатын ерекше қабілеттілігі, өнердің бір түріне туа бейімділігі. Қорытындылай келетін болсақ, сонымен жоғарыдағы анықтамаларға негізделіп, мынадай қорытынды жасауға болады. Яғни қабілеттер іс-әрекетте көрініп, және оның
орындалуының шарты болып табылатын адамның жеке-даралық психологиялық ерекшелігі. Қабілетке білімді, ептілікті және дағдыны меңгеру процесінің жылдамдығы, тереңдігі, жеңілдігі және мықтылығы жатады. Бірақ қабілеттің өзі білім мен ептілікке әкеп соқпайды. Қазіргі әлеуметтік экономикалық жағдайда кәсіби жетістікке қабілеттілік, білімділік, шығармашылық арқылы ғана жетуге болады. Сондықтан ата-аналар, мұғалімдер дер кезінде балалардың жеке қабілеттілігін, бейімділігін анықтап және оны дамытса, оның негізінде олардың болашағына бағыт берсе, бүкіл дүние жүзі өзінің елдігін, саясатын танитынын, жан-жақты дамыған дарынды тұлға алып қалыптастыруына көп ықпалын тигізері хақ. Осы аталған мәселенің өзектілігі соншалық жеке тұлғаның қабілеттілігін дер кезінде анықтап, оны қолдап отыру қажеттілігі дәлелденуді қажет етпейді. Олай болса, қабілет өніп өркендеуі үшін қолайлы жағдай мен сыртқы ортаның қажетті факторларын талап етеді. Тақырып бойынша пысықтау сұрақтары. Қабілет дегеніміз не? Қабілеттің түрлерін атаңыз. Нышан дегеніміз не? Оның қабілетке қандай қатысы бар? Дарындылық, талант, данышпандық ұғымдарының бір-бірінен айырмашылықтары неде? Тапсырмалар. Қабілет түріне теориялық зерттеу жүргізіп, эссе жазып, шағын жоба әзірлеңіз. Қабілетті дамытуға арналған психологиялық жаттығулар жинақтау. Назарларыңызға рахмет.